Ассалаумағалейкум ақсақал. Уағалейкум ассалам балам. Маған әдеттегідей көкөніс пен жеміс жидегіңізден салып бере беріңіз. Жарайды. Не жаңалық балам? Жаңалық сол, Рамазан басталғалы жоспарлағандай біраз салмақтан құтылыппын. Солай ма? Ал қанша күн әліспен жаман әдеттен құтылыпсың? Оны жоспарламаппын. Балам-ау, оразаны сонда тек ашу деп ойладың ба? Манау есекке таңнан кешке дейін шөп салмай қойсам, оның да оразасы тағаны қойсын да. Айтпақшы, анау қасыңдағы екі көршің көрінбей кетті ғой. Өткенде екеуінің ауыздарынан ақ ит кіріп көгі шығып бір-бірімен қырық пышақ болып жатқандарын көріп қалдым. Екеуі де ауыз бекіттік деген секілді. Оның үстіне Рамазанда шайтандар кісенделеді демеуші еді. Ана екеуіне қарап шайтандар кісенсіз қалған ба дедім ғой. Міне, көрдің бе балам? Оразаны тек ашу десек, нәтижесі осындай болмақ. Ораза күллі арсыздық пен жаманшылықтан тыйылу деген сөз. Көз, құлақ, тіл секілді барлық дене мүшелерін жаман әдеттерден, ал көңілді күмәнді жаман ойлардан сақтағанда ғана ораза болмақ. Қысқасын айтқанда, ораза рухани кемелдікке жету үшін ең керемет мүмкіндік. Ал шайтандар нәпсін тізгіндеп Алланың разылығына бөленуді көздеген жандар үшін ғана кісенделеді. Нәпсі шайтанға іштен есік ашып беретін жауымыз. Қазақта іштен шыққан жау жаман деген сөз бар. Адам аштық пен нәпсісін тізгіндеген жағдайда ғана шайтанның амалсыз аяғына түсау, қолына кісен салынады. Түсіндің бе балам? Ата, мақты түсіндірдіңіз. Қой, ертеңнен бастап артық салмақтан емес, жаман мінезбен күнәлістен құтылудың жоспарын құрайын.